Қайырлы таң біздің сұлу көрермен. Дәл қазір нәзік жандыларға арнап Талғат мырза маңызды қажетті ақпаратпен бөлісейін деп тұр, жақындаңыздар. Сәлеметсіздер ма? Бүгін тоқтала кететініміз сырланған шаш и сырланбаған шашқа тоқтала кетеміз. Боялмаған шаштарға арналған. Боялмаған үшін өзінің кристалдары бар. Болған үшін шаштың өзінің жылтырау қасиеттері кетпейді. Табиғи қасиетін жоймайды дейсіз ғой. Бұл жерде екі ғана мәселе бар. Шашын боямайтыңыздарда. Шаштың ұшталуы және тез майлануы. Шаштың ұшталуы 2-3 айда хотя бы бір рет болса да шашын ұшын қиып тұру керек. Көптеген мамандар айтып жатады ғой. Қиюдың қажеті жоқ, белгілі бір маскалар бар, майлар бар деген сияқты. Шаштың тек қана ұшы емес, ұзындығынан да ұшанатыны бар. Сол үшін кішігірім маска жасап, өзінің уходтарын жасаса, сол кезде ғана өзінің кристалл табиғи заттарын кетірмейді. Маска жасап, табиғи түрінде кептірсем, өте дұрыс. Жақсы, боялған шашқа өтейік. Меніңше өте өзекті. Менің шашымда боялған. Бұл жақта енді өте күрделі. Уақыт та кетеді, ақша да кетеді, нерв та кетеді. Келсем. Кейбіреулер экономдап, өзін үйде қолданып, скраб жасап, шашқа неше түрлі жасап, оны құртып алудан мүмкін. Қандай уход жасау керген, проконсультироваться, одан кейін сатып алуға болады. Енді масканы жасап көрсетейік, көрерменге. Төледіңіз. Енді сіз маска жасаудың өзінің ережесі бар дегеннен кейін маған қызық болып тұр, әйтпесе. Көбісі мына жақта қателеседі. Масканы бүкіл шашқа жақып тастайды. Ол дұрыс емес. Масканы, например, 2 сантиметр, 3 сантиметр ары полностью длинаға жақсаңыз, өте сол дұрыс болады. Судың да наборы болмай қалады осы кезде. Ештеңе етпейді, бәрі өмір, бәрі лайф. Маска жасағаннан кейін шашта полностью жуып тастаудың қажет емес. Осветлениеден кейін шаш зақымданған ұш жағы. Сол үшін ұшында кішігірім, на ощупь ұстағаныңызда кішігірім маска қалдыруға болады. Кішкене, бірақ көп емес. Шашты қорғап тұрады, иә? Кішігірім қорғап тұрады. Міндетті түрде 2 рет жуу керек пе? Негізі кейбіреулер айтып жатады ғой, ол сусабын шығаратын компаниялардың маркетингтік қадамы негізі 1 рет жуған жеткілікті деген сияқты. Жоқ, 1 рет любой нәрсен, 2-ші рет контролін жасайсыз. Сосын айта кетерін, маска жасаған кезде бальзамның қолдануының қажеті жоқ. Бальзамды боялмаған шаштарға қолданған дұрыс шығар. Боялмаған шаштарға дұрыс. Жақсы. Маска жасардан алдын кішігірім суын аламыз. Бірден жасауға болмайды, е? Жоқ. Потому что су болып тұр ғой шашымыз. Ішіне батып қалған ба? Бәрі өмір, бәрі лайф деп тағы айтайық. Осылай 7-8 минут бойы шашты ұстап, арасын тарап, мұжырлап, маска жасап. 7-8 минут үстіне горячий полотенцемен орап қоюға болады. Оның эффекті еще лучше болады. Кашсон жасасақ. Қалай жасайсыздар? Жай ғана ыстық сумен жудыңыз, е? Жай ғана ыстық сумен, е. Масканың тереңірек сіңуіне мүмкіндік береді ме? Мүмкіндік береді. Бұл енді ғалымдардың дәлелдеген, кәдімгі зерттелген дүние ме? Әлде өздеріңіздің тәжірибелеріңізден шығардыңыздар ма? Өзіміздің тәжірибеден шыққан зат. Шашты жуып болғаннан кейін сүлгімен ысқылап сүртіп жатады ғой, ол дұрыс па? Бетіп сықылаудың қажеті жоқ. Тек қана қалай. Укладка жасап болғаннан кейін кішігірім масло алсаңыз болады, осындай. Бір тамшы. Бір тамшы. Сосын? Аласыз. Ұшына қарай жағасыз. Осылай укладка, осылай маска, эффекті осылай. Тамаша? Ішті, қаншалықты шашыңыз ухоженный болса, сонша әдемі шаш болады сізде. Соншалықты қымбат көрінесіз. Соншама қымбат көрінесіз. Сау болыңыздар, қымбаттылар. Келесі эфирде жүздескенше.